Сәлем достар, сіздермен бірге мен Бек Сұлтан Brain Code арнасы. Бүгін біз мына кубик рубикті қалай құрастыру керек екенін өзден бастап үйренетін боламыз. Бұны тез әрі оңай ең жақсы әдісімен біз бұны 2 минутта құрастырып бітсек болады. Егер қолыңызды жаттықтырсаңыз 1 минутта да құрастыра аласыз. Бірақ мен сізге қазір бәрін бастан аяқ түсіндіремін. Ол үшін ең бастысы мынаған назар аударыңыз. Мына жерде ақ, тағы да басқа да түстер бар. Сары, қызыл, көп қой, жасыл, көк. Енді қараңызшы. Мынаны былай істесек те, былай істесек те, былай. Мына ортасындағы ешқашан қимылдамайды. Бұл тұра береді, жандағы айналады. Бірақ мынау қимылдамай орында қалады. Бізге керек енді үйренетініміз ақ пен сары. Ақ пен сары. Біз бірінші ақ пен сарыны екеуін қараңыздар да байқайсыз. Ақ үстіне қоямыз, астына мына сарыны қоямыз. Енді біз осы сары жаққа, мынаның жандарына 4 жаққа жинауымыз керек ақтарды. Неге? Қазір айтатын болам. Бірінші осыны жинау керек. Жинау үшін ең басында біз мына жерлерді іздейміз. Мына жерлерді іздеп, тапқанымызды осыған қоя береміз. Мына жерден мен бұны алдым. Мына жерде тағы біреу шықты. Мен де бұны да бұлай алға жылжытам. Тағы іздейм. Тағы біреу бар екен. Бірақ қараңызшы, мына жерде тұр орнында. Егер мен мынаны қойсам, мынау бұлай жылжып кетеді. Сондықтан да мен мынаны біраз бұлай жылжытамын да, содан кейін барып жылжытам. Яғни бұлар көрші болады да, бірақ бір жерге ешқашан тұра алмайды. Мінекей, мына жерде де пайда болды. Ал бірақ мынандай да жағдайлар бар. Мәселен, мынаның астында болуыңыз. Сондықтан астында қарап қойыңыз. Егер астында болса, мына бұлай тұрса, мен оны бұлай қозғалтсам болмайды. Себебі мынау қайтадан астына түсіп кетеді. Ол үшін біз мынаны жылжытамыз, содан кейін барып қолданамыз. Осы комбинация арқылы біз оларды жинап аламыз. Кейін ең бастысы соседтерін табамыз. Мынаны қараңыз. Мынандай болу керек. Ақ, жасыл. Ақ, қызғылт сары. Ақ, қызыл. Бірақ мына жерде ондай емес. Қазір енді істейміз. Мынау сондай екен. Бізге керегі. Демек бұны артқа түсіреміз. Артқа мына жерге барады. Міне. Қараңыз. Дәл осыны мінекей аламыз да түсіреміз. Мінекей ақтың жанына барады. Мынау да солай. Ал мынау енді соседі бұның көк емес. Сондықтан көкті іздеп табамыз. Көк бізде белгілі мына жерде екен. Бұны да түсіреміз. Сосын бізде тек қызыл қалды. Қызылдың соседін табамыз. Мінекей табылды. Және түсіреміз. Сосын ендігі кезекте осыларды қалай жалғастыратынымыз туралы айтатын болам. Ол үшін біз бірінші кезекте мынаны аламыз. Табамыз. Қандайын табамыз? Мына жерде ақ бар. Ақ төбеге түседі. Мына көк. Қызғылт сары. Көк, қызғылт сары. Енді кезекте біз бұны мына жерге апарып, мынаны бұлай қойсақ болмайды. Сондықтан біз бұны жылжытамыз солға қарай. Мынаны түсіреміз. Қайтадан жайына солдағыны оңға апарамыз. Мінекей түсті. Енді тадам! Міне осындай болады. Енді видеоны жалғастырайық. Кішігірім пауза болып қалды. Міне мына ақтар енді мына жерде тұр. Қараңызшы, мыналарды пәске түсіруіміз керек. Мына жерлерде жоқ. Басқа ақтар жоқ. Қалған бәрі жоқ. Мына жер дұрыс емес екен. Қараңызшы. Мына жерде көк, мына жерде қызыл. Дұрыс па? Бұл үйге келмейді. Сондықтан бұны бұлай жаңағыдай түсіреміз. Кейін бұл қай жерге келеді? Табамыз. Мінекей ақ, жасыл, қызғылт сары. Жайында тұр, жаңағыдай солға түсіреміз. Оңға көтереміз. Болды. Енді қалғандары. Тағы бар ма? Бар екен. Бірақ бұның бір айырмашылығы бар. Мынау астына түсіп кеткен. Бұны қалай істейміз деген сұрақ болса, бұны біз бұлай істесек, мына жерде түседі. Біз бұны бұлай істейміз. Яғни осыны аламыз да оңға қарай бұлай айналдырамыз. Мына жаққа келді.
бұны жылжытамыз, сосын қайтадан мынаны жайына апарамыз. Себебі мына жерде тұрғанды қолымызға алайық. Енді кезекте дәл осыны жайына апарамыз. Енді жаңағы әдіс жүрмейді бұл жерге. Қараңызшы. Жаңағы әдіс жүрмейді. Біз жаңадан бері мынаны алып, мына жерге жүргізетін. Дұрыс па? Сол жаққа. Енді бұны оң жаққа жүргіземіз. Себебі оң жаққа жүргізіп, мынаны түсіріп, кейін апаратын болсақ, орнына дәлелдеп, кейін қайтадан көтеріп жібереміз. Мінекей, енді мынау да орында тұр. Бұны мына жаққа жүргізе алмаймыз, жаңағыдай солға жүргіземіз. Солға түсіреміз, қайтадан оңға көтереміз. Мінекей, мынаның барлығы енді құрастырылды. Бұл енді тек бірінші қабат. Енді екінші қабатты құрастыруды үйретемін. Сосын осы видеоның екінші частында мен толықтай құрастыруды үйрететін боламын. Сонымен бұл видео қазір біраздан кейін аяқталады. Қараңыз. Мына жерде мынау әркім өзінің түсімен тұр. Дәл осындай болу керек сізде. Енді кезекте бізге керегі мына түстердің айырмашылығы. Егер мына орталар керек, міне осы орталар сары болса керек емес, себебі сары төбелері сары болса керек емес, сары болса керек емес. Мынау бізде міне сарысы жоқ. Осыны аламыз, мінекей. Осыны аламыз, өзімізге қаратамыз. Сосын бұны мынау жасыл ғой, үстіндегі түс жасыл. Жасылға қарама-қарсы айналдырамыз. Және сол жасыл жаққа көтереміз, қайтадан. Мынаны жаңаға апарғанымыз, қайтадан мына жаққа жібереміз. Қайтадан көрсетсем бәрін. Жасылды қарама-қарсыға, қарама-қарсыда жасылды көтереміз. Мынаны мына жаққа және түсіреміз. Кейін мына ақты, мынаны бұрамыз. Мына аяқта тұрған еді, бұрамыз. Жылжытамыз мына жаққа, сол жаққа көтереміз, оң жаққа және түсіреміз. Болды. Мына жерге келді, құрастырылды. Мынаның төбесінде сары бар, мынада сары бар, мынада сары жоқ екен. Оның төбесіндегі қандай түс? Қызыл. Онда қызылға қарама-қарсы. Қызылды көтереміз, қызылға қайтадан апарамыз, түсіреміз. Мына аққа барамыз, оң жаққа көтереміз, сол жаққа. Мінекей түсті. Енді кезекте мынаның төбесінде сары жоқ, осыны тауып аламыз, осының түсін. Көкке қарама-қарсынан төбесінде көк тұр себебі. Енді кезекте көкке қарама-қарсы жүргіземіз, мінекей. Кейін көтереміз, қайтадан апарамыз, бұлай жанға жылжытамыз, мынаны бұлай төбеге көтереміз, және де қайтадан солға пәске түсіреміз. Мінекей, енді тек бір ақ жағы қалды. Осы жердің ғана. Мынау жасыл мен жасыл бір түс болып тұр. Мына жер бірдей болу керек. Ал мына жақ қызыл. Онда қызылға, мына жерде қызыл тұр, қызылға қарама-қарсы жаққа барамыз. Мына жағымыз әлі жасыл ұстап тұрамыз. Сосын қызылды көтереміз, мінекей қызылды көтереміз. Қызылға апарамыз, қызылды түсіреміз. Сосын ақпар жаққа қарай жылжытамыз. Мына жасылды ұстап тұрған, аққа жылжыттым. Кейін ақты солға, мынаны көтереміз, оңға түсіреміз. Мінекей енді қараңыздар. Ау енді потолок. Барлығы құрастырылды. Видео ұнаса лайк басып кетіңіздер. Жақында тағы да басқа да видеолар шығады. Егер сізде басқаша құрастырып қалса, мен барлық жағдайды талдаймын. Сол үшін осы каналға тіркеліп жазып қойсаңыз, бәрі жақсы болады. Каналға тіркеліңіз, лайк басыңыз, сау болыңыз.